қойыңыздар. Бүгін наурыздың 16-сы ұлы даланың 7 қыры. Сабағымызды бастамас бұрын барлығымызда телефондарымызды қосып, электрондық оқулықты ашамыз. Өткен тақырыпқа қатысты сұрақтар. Бірінші, үй тапсырмасына қатысты сауалдарға кім жауап береді? Кім дайын? Үй тапсырмасына қатысты сауалдарға тіл тарихтың айнасы. Тағы кім дайын? Екеуі тағы да не қорқып отырсыңдар? Жақсы гүлім, айталым баса. 14-ші тапсырма көптеген үзіндісі. Түрік халқы аты тұтқынға сіңген судай құрымасын деп асып тұрған айбыны шөпке жығылмасын деп әкемді қаған, шешемді қанша еткен тәңірі мені де қаған етті. Жеріме қылған, еліме қамал етті. Інім күлтеген екеуміз, әкеміз бен ағамыз ел еткен елді, жер еткен жерді сақтап қаламыз деп түнде ұйықтамадық, күндіз отырмадық, қызыл қанымызды төктік, қара терімізді жүрдік. Жақсы. Бұл біздің күлтеген тарихымыз бойынша. Көне түркі кезеңінде қалыптасқан руна жазуы, ата-бабамыздың рухани байлығы. Белгілі бір әлеуметтік мәні бар, тақырыпты қозғайтын, шаршы топ алдында сөйлей алатын сөз болу қажет. Жазамыз дәптеріңізге. Әңгіме өзегінің дәлелі болу керек. Тыңдаушыларға түсіндіріп, ойланып, қарекетке жетелеу керек. Тыңдаушыларды сүйсіндіретін эстетикалық қасиет болу керек. Шындықты, ақиқатты айтуға ұмтылу керек. Шешен адам топ ортада өзін еркін ұстап, дауыс ырғағыменен аудиторияны баурап алатындай дәрежеде еркін сөйлеп білу керек. Ол үшін әрине бұған қол жеткізу үшін қандай талаптар керек екен? Белгілі бір әлеуметтік мәні бар, тақырыпты қозғай алатын, міне әңгіме өзегінің дәлелі болу керек. Келесі, тыңдаушыларға түсіндіріп, жақсы бір қарекетке, мақсатқа жеткізе алу керек. Міне осындай талаптарды білген уақытта, осындай талаптарға қол жеткізген уақытта біз шешен сөйлеу, қазақ тілінің әуезділігі деген тақырыпты меңгере алатын боламыз. Жақсылап оқимыз, мән береміз. Карточка бойынша үйлестірме қағаз дейміз ғой. Жұмыстанып отырыңыздар. Сен Руслан мына сұрақтарды қарастыр. Қатысты тақтаға назар аударыңыздар. Үй тақырыбына қатысты мынадай сауалдарды қоямын. Бірінші, тіл тарихтың айнасы деп не үшін айтамыз? Екінші, әліпби сөзінің шығу тарихы. Үшінші, елімізде латын әліпбиі қай жылдары қолданылды? Төртінші, қай жылдары орыс әліпбиі қабылданды? Себебі қандай? Бесінші, тіл тарихы қай ғасырлардан бастау алған және қандай ескерткіштер дәлел болады? Міне, осы сұрақтың көлемінде жауап беріп көрейік. Бірінші, қандай тарихи ескерткіштерді білеміз? Архон денесі, күлтегін және ұлы дала тарихы. Қазақ халқының тарихы көне дәуір, қазақ жазуының тарихы көне дәуірден бастау алады. Сонына байланысты, мысалы, ол жердің салт-дәстүрін өздерінің қалай тұрмыс тіршілігін білуге болады. Гүлім, жауап бере ғой. Түрік халқының аты тұтқынға сіңген судай құрымасын деп асып тұрған айбыны шөпке жығылмасын деп әкемді қаған, шешемді қанша еткен тәңірі мені де қаған етті. Жеріме қылған, еліме қамал етті. Енді балалар, жаңа әрқайсыңызға үй тапсырмасы бойынша үйлестірме қағаздарын тараттым. Сол үйлестірме қағаздары бойынша кім дайын кәне? Түркі тілдес қандай халықтар білесің? Өзбектер жатады, қырғыздар жатады, арабтар жатады, башқұрттар жатады. Кімге тәржімені жұмыс берілді? Балдар, әмір? Әдебиет тіл тарихында қандай ескерткіштер дәлел бола алады? Біздің әдебиет ескерткішімізде Бекет ата
көптеген есет ата алхан ересе деген ескерткіштер дәлел болады. Көбіне тарихи ескерткіштер дәлел бола алады. Жақсы. Келесі бала тағы бір қол. Жауап бере ғой. Әліпби дегеніміз не? Сосын қайсыла қазіргі қолданыстағы әліпби көшірілді. Әліпби дегеніміз белгілі бір әріптердің жиынтығы, алфавиттегі әріптердің жиынтығы. Қазіргі жылы қолданыстағы әліпби, ол латын әліпби, ол 2016 жылы 26 мамырда Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен қолға қойылған қаріп. Олай болса, барлығыңызда дәптерлеріңізді аша қойыңыздар. Бүгінгі күннің жадын жаза қойыңыздар. Наурыздың 16-сы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлы даланың 7 қыры, тарих пен болашақтың кепілі, тілдік бағдарымыз, шешендік сөзге қойылатын талаптар. Ұлы даланың 7 қыры Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мақаласының маңыздылығын түсінеді, халықаралық қатынастарды дамытудағы ұлы жібек жолының рөлін біледі, және осы ұлы даланың 7 қырына қатысты жеке мәліметтерді меңгеріп түсінеді. Ұлы даланың 7 қыры туралы суретке мән береміз. Атқа міну мәдениеті. Атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы жер жүзінде ұлы даладан тараған тарихтың белгілері. Келесі, бұл ұлы даладағы ежелгі металлургия. Келесі кезең, ұлы даланың 7 қырының бірі, бұл аң стилі. Өздеріңіз білесіздер, біздің қазақ үшін ең үлкен жаңағы қайтпас қайсарлы аң, ол қандай аң екен? Жолбарыс, барс. Ұлы даланың тағы бір үлкен тарихи жетістігі, бұл сонау 19 ғасырда белгілі болған ұлы жібек жолы. Одан кейінгі ұлы даланың 7 қыры өткенін мақсат тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа оң көзқарас таныту, еліміздің табысты болуының кепілі деп, әрі қарай біз әлемді елге танытқан, әлемдік ғылым үшін сенсация саналған жаңалық, бұл 1969 жылы Есік қаласында табылған алтын адам ескерткіші. Тілдік бағдарға қатысты сабағымыз бұл шешендік өнер және шешендік өнерге қойылатын талаптар. Тілдік бағдар шешендік өнерге қойылатын талаптар. Жазып алыңыздар. Қандай талаптар қойылу керек? Адам шешен болу үшін қандай мақсатқа қол жеткізу керек? Жазып аламыз. Белгілі бір әлеуметтік мәні бар тақырыпты қозғай алатын, шаршы топта еркін сөйлей алатын болу қажет. Екінші, әңгіме өзегінің дәлелі болу керек. Міндетті түрде айтылған әңгіменің дәлелі болу керек. Үшінші, тыңдаушыға түсіндіріп, ой тастай алатындай, және оны әрі қарай өзіңнің ойыңа қарай жетелей алатындай жағдайда болу керек. Және тыңдаушыларды сүйсіндіріп отыратын эстетикалық қасиеті болу керек. Шындықты, ақиқатты тануға ұмтылуы керек. Міне осындай шешендік сөздерге қатысты талаптар. Жазып аламыз дәптерімізге. Шешендік сөзге қойылатын талаптар. Бірінші, дауыс ырғағы болу керек. Мақамы болу керек. Дауыс ырғағы болу керек. Сөз бен сөзді байланыстыратын уақытта адамда бірінші не болу керек? Кідіріс болу керек. Одан кейін үн әуезділігі болу керек. Яғни дауыс құлаққа естілгенде жағымды болу керек. Орфоэпиялық нормаларды сақтай сөйлеу керек. Яғни көркем әдеби тілдегі сөздерді қолданыста ұстау керек, ауызекі тілден гөрі. Одан кейін тыныс алу, еркін болу керек. Және осы ойды жеткізе алатын ой екпіні жоғары болу керек. Барысында тапсырмалармен жұмыс жасаймыз. Екінші тапсырма. Мән беріп қарайық. Дәптерлеріңізге жазыңыздар. Екінші тапсырма. Мәтіннен алынған сөйлемдерді өз сөзіңізбен түйіндеп жазыңыз. Мәтін бізде қаяқта сақталып тұр, балалар? Электронды оқулықта. Қарап отырмыз ғой, ұлы даланың 7 қыры. Сол мәтініміз. Енді, міне, сол мәтіннен алынған үзінділер.
Асқақ Алатаудың баурайы алма мен қызғалдақтың тарихи отаны екені ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Үлгіде не деген керемет, демек иісі аңқыған алма мен қызғалдақ біздің елдің мақтанышы екен ғой. Әрі қарай осыны жалғастырасыңыздар. Қараңыздар. Кім жауап береді? Кім жауап береді? Қарапайым, бірақ бүкіл әлем үшін өзіндік маңызы зор бұл өсімдікте осы жерде бүршік жер жүзінде таралған. Ол бүкіл әлемді таң қалдырған қызғалдақ гүлі. Екінші, жұпар иісі аңқыған алма ағашы. Үшінші, емдік қасиеті бар жұпар иісті жусан. Жақсы, отыра ғой. Жақсы, Саят. Қазақстан қазірде әлемдік алма атауының арғы атасы сервис алмасының отаны саналады. Жауап. Ол Қазақстан аумағында Іле Алатау байрауына Ұлы Жібек жолының көне бағыты арқылы алғашқыда жерорта теңізінен кейінгі бүкіл әлемге таралған. Жақсы, отыра ғой. Тақтаға назар аударайық. Үшінші тапсырма. Қазақстан қызғалдақтың отаны. Енді осы схема бойынша не үшін біз Қазақстан қызғалдақтың отаны дейміз? Осыған жауап жазып шығыңыздар. Бүгінгі сабаққа қатысты ая әдісі бойынша, яғни жеңілден күрделіге өту. Кәне кім шығады? Яғни мынаның ішінен, мына алфавиттердің ішінен бір әріпті таңдап аласыз. Осыған қатысты сөз айтасыз, одан кейін сөз тіркесін айтасыз және сөйлем құрайсыз. Міндетті түрде бүгінгі сабақтың тақырыбына қатысты сөйлем болатын болсын. Алтын адам. Алтын адам, дұрыс. Азаттық символына айналды. Алтын адам. Азаттық символына айналды. Әрі қарай сөйлем. Алтын адам Қазақстанның азаттық символына айналды. Алтын адам Қазақстанның азаттық символына айналды. Сөз жібек. Сөз тіркесі жібек жолы. Жібек жолы әлемнің 7 кереметіне кіреді. Жібек жолы әлемнің 7 кереметіне кіреді. Жақсы. Оқулықтар, міне тақтаға көңіл аударамыз. Қараңыздар. Қазақстан қызғалдақтың отаны. Осыны дәлелдеп, мына шеңберді ой бойынша, әдісі бойынша толықтырып шығамыз. Үшінші тапсырма бойынша кім дайын? Бұл Қазақстан қызғалдақтың отаны. Ол су, іле, тянь-шань жағалауларында өседі. Ол регель қызғалдағы деп аталады. Әлемге таралған, Қазақстан топырағына жайылған. Балдар, енді мына сабақтың барысында бүгінгі сабаққа қатысты тағы бір тапсырмам веер әдісі деп аталады. Қазір 3 балаға берем. Веер әдісін білесіңдер ғой, желдеткіш жасаймыз. Желдеткішті жаса, сол желдеткіштің ішіне 3 сабаққа қатысты мақал мәтелді жазасыңыздар, және сол мақал мәтелдің мағынасын ашып түсіндіресіздер. Веер әдісі бойынша Темірлан, Руслан және Дулатқа тапсырма берейін. Веер әдісіне мына алдарыңызға беріліп отқан қағазды гармошқа ұқсатып бүктеп, яғни қазақша айтқанда желдеткіш жасап аласыңыздар. Осы желдеткішке сабақтың тақырыбына қатысты мақал мәтелдерді жазып шығасыңыздар. Енді осы желдеткіштеріңізге мақал мәтел жазасыңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбына қатысты, шешендік өнерге қатысты және ұлы даланың 7 қырына қатысты. Құрметті білім алушылар, енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе мынадай бекіту сұрақтарына назар аударамыз. Тақырыпқа қатысты мынадай сауалдар. Бірінші, ұлы даланың 7 қыры мақаласының авторы кім? Ұлы даланың 7 қыры мақаласының авторы кім? Гүлім, жақсы. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Жақсы. Эрамыздан бұрынғы 7-ші ғасырдан бастап далалы аймақтарда пайда болған бейнелеу өнері. Кім айтады?
Гүлім. Бәріміз гүлімге қарап отырамыз. Мына жерде де балалар қолдарын көтеріп жатыр. Аң стилі. Жақсы. Отырағы. Балалар, жаңағы бүйір тапсырмасы бойынша мақал мәтел жазу. Кім дайын? Темірлан, тағы. Руслан, Диас, үшеуіңді дайынсыңдар, Жақсы, Темірлан жауап бере берсін. Өмірдің өзі ол ұстаз. Кім көп өмір сүреді, сол көбірек біледі. Өмірдің өзі ол ұстаз. Жақсы. Ғылым, теңіз, білім қайық. Сонымен бүгінгі бекіту сұрақтарын барлығымызда білдік. Айтқан жауаптарыңызды мынадан тексеріңіздер, қаншалықты сіздер бүгінгі сабаққа толық меңгеріп жауап бере алдыңыздар деп. Енді міне осыдан кейін үй тапсырмасы. Балдар, үйге бүгінгі тақырып бойынша ұлы даланың 7 қырын не істейміз? Оқып, меңгеріп келеміз. Және 5 осы ұлы даланың 7 қырына арнап 5 мақал мәтел жасасылды. Жақсы,